Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге 2026-ның бірінші полугодиясына доходпен отчет тапсырамыз. Ол үшін КЭП кабинетіне кіріп аласыздар новыйдан. Одан кейін подать документ дегенді басасыздар. Вид декларации таңдаймыз. Менде очередная бұл. Если сіздер бірінші рет тапсырып жатқан отчеттарыңыз болса, первоначальный деген таңдайсыздар. Одан кейін отчеттің бәрі очередная дегенді таңдап аламын. Полугодие, бірінші полугодие, год 2026, индивидуальный предприниматель, код валюте теңге, одан кейін бухгалтерский учет жүргізе ма, жүргізбей ма, соны таңдаймыз. Не видит бізде. Одан кейін признак резидентства, резидент РК дегенді таңдап аламыз. Одан кейін вид деятельности бізде окет қанша. Если біреу болса, біреуін ғана жазасыздар. Оны посмотреть профиль деп асты жағында окет деген тұрады. Бізде 47-910 тек қана біреу. Если екеу үшеу тұрған болса, оның бәрін жазып шығу керек. 47-910 деп жазып аламыз. 47-910. 47-910 деген окет бізде, соны таңдаймыз. Жеті 910 деген таңдап аламыз. Астында сосын бин деген тұрады. Ол бин ауыл аймақтарда, кімнің ипсі ауыл аймақтарда жұмыс жасап тұр, солар таңдау керек. Ол жердегі акиматтың номерін жазасыздар. Аппарат акимата, сол номерін жазасыздар. Одан кейін бізде представление к приложению к налоговой отчетности. Бізде доход бар, приложение таңдаймыз осы жерден. Если сіздерде доход жоқ болса, ештеңке таңдамай, ары қарай далее дегенді басып, нулевка отчетты осылай тапсыра бересіздер. Доходтарыңыз болған соң, приложение таңдаймыз. Таңдап алдық. Сосын далее дегенді басасыздар. Далее басқан соң сіздерде мындай страницалар шығады. 24 МРП-дан доходың асып тұрма уменьшение жасай аласың ба? Қанша уменьшение жасайсың, соның суммасын жаз деп тұр бұл жерге. Біз ол жерге 0 қоямыз. Ондай доходқа жеткен жоқпыз өйткені. И сосын количество мест. Бізде ИП-ның қанша точкасы бар? Бір қалада даже 2-3 точкасы бар болса да, соны жазу керек. Екеу болса екеу, үшеу болса үшеу жазасыздар. Если сіздерде біреу ғана болса, біреу жазасыздар. Менде бір ғана точка, соны жазамын. Сосын астына добавить строку дегенді басасыздар. Осы жерге адрестер жазып. Қандай угодыда тұр, соның кодын жазамыз. Город жазасыздар. Одан кейін улицаны жазып шығамыз атын. Северо-запад сад жазамыз. Номер дома 46 менде. И номер квартиры. Бізде номер квартиры жоқ. Если бар болса жазу керек сіздер, жоқ болса жай ғана минус қойсаңыздар. Ставка. Одан кейін бізде ставка. Ставка әр региондарда, әр қалада 2026 жылы өзгерді. Біреуінде 2%, біреуінде 3%, біреуінде 4%-ке дейін қалды. Біз Шымкентте 2%, соны 2% деп жазамыз. Доход жазамыз осы жерде. Бізде доход 2,42,500 теңге болды. И автоматтан астына өзі төленетін ИП-ның суммасы 2% шығып тұрады. Сохранить етеміз. Одан кейін далее басамыз. Мына жерде количество мест осуществления біреу, и строка, толтырған строкамыз біреу, екеу бір-біріне сәйкес келу керек. Если екеу десеңіздер, астына да 2 строканы жазу керексіздер. Далее басқаннан кейін сіздерде жаңа толтырған доходтарыңыздың шығып тұрады. И автоматом қанша ИП налог төлейтіндеріңізде шығып тұрады. Одан кейін далее басамыз. Далее басқан соң ИП өзіне салынатын социальное отчисление, медстраховка, пенсионка бәрін өзіне салғандарын жазып шығу керек. Бізде 3 ай ғана максимум доходтан салынған. Максимум доход социальное отчисление 595 теңге, 3 айын жазып шығамыз. Астына өзі автоматом
29.750 теңге жазылатын болады. 29.750 теңге 3 ай. 3 ай. Одан кейін астында пенсионка. Пенсионка бізде ОПВР бізде 23.170 теңгеден 3,5%, ал пенсионка 66.200 теңгеден салынған. Мына жерде 23.170 теңге ОПВР астында тұр ғой. Мына жерді өшіремін қазір. Бұл жерде пенсионка, қанша пенсионка жазыңыздар, соны жазасыздар. ОПВР бізде астында тұр, қызыл болып, сол жерге жаздыңыз қазір. Мына жерге 66.200 теңге пенсионный взносы, қанша суммадан төленді, соны жазасыздар. Бізде 662.000 теңге доходтан пенсионка салынған, соны жазамыз. И астына автоматом өзі 66.200 теңге түседі. Енді одан кейін бар біз ОПВР жазамыз. ОПВР общий доходтан 3,5% есептеп жазасыздар. Әркімде әртүрлі доход болу керек, соның 3,5% есептеп алып жазып шығасыздар ОПВРді. Бізде максимум доходтан 23.170 теңгеден 3 айға төленді. Сол суммасын жазып шығамыз. Бірінші ай январға 23.170 теңгеді салдық. Одан кейін тағы екінші айға и үшінші айға салдық. Сосын астында медстраховка. Медстраховка біз 3 айға ғана салдық. Қалған 3 айын минус нолевкамен жазып шығамыз. Болды, осылай толтырып алдық. Төлеген суммаларымыздың бәрін толтырып алдық. Осылай бір қарап дұрыстап есептеп аласыздар. Бір көріп шығасыздар. Толтырған суммаларымыздың бәрі дұрыс па? 3 ай максимум, 3 ай 29.750, 3 ай 66.200, 3 ай 23.170, 3 ай медстраховка төленді. Одан кейін далее басамыз. Бұл жерде ИП местонахождение ИП-іңіздің адресі қай жерде тұр, соны жазасыздар. Прописка өзі автоматтан жазылып тұрады. Кейбіреулердің пропискасы басқа болып тұрады. Сол кезде дұрыс прописканы жазып шығасыздар. Оны посмотреть профиль дегеннен көріп алып, сөйтіп жазып шықсаңыздар болады. Яғни соответственность дегенге галочка қоямыз. Проверить ошибку. Ошибок нет. Сосын сформировать отчет дегенді басасыздар. Сформировать. Сосын сіздерде отчеттың PDF форматта толтырған, не толтырдыңыздар, соның бәрі PDF форматта шығады. Көрем десеңіздер, бір қарап шықсаңыздар болады. Осыны астыға түсіріп 2026 жылдың бірінші полугодиясына осындай толтырылған доходымыз осындай, төлеген социальный отчисление пенсионкамыздың бәрін отырғызып шықтық. Бәрін бір көріп аласыздар. Дұрыс толтырылды ма? Мына 2026 бірінші полугодиясы. Очередная. Не видит бухгалтерский учет и резидент РК. И астына доходымыз жазылған 40.850 теңге төлейтін налогымыз. 3 айымыз жазылды максимум доходтармен 3 ай. Асты жағынан тағы тексеріп алсаңыздар болады. 5.950 теңгеден 3 ай салынды. И біздің соңғы жағында местонахождение и место пропискамыз жазылған болады. Бәрін бір рет көріп шыққаннан кейін ЭЦП ключпен подписать и отправить деп қол қойып тапсыра берсеңіздер болады. Подписать и отправить деген астында тұрады. ЭЦП ключті таңдайсыздар. ЭЦП ключтің паролін жазып отправить отчет деп тапсырасыздар. Бұл отчет тапсырып болғаннан кейін обработанныйға барып түседі отчеттарыңыз. Принят болғаннан кейін обработанный дегенге ауысады отчеттарыңыз. Біріншісінде не обработанныйға барып түседі, сосын барып
принят болғаннан кейін обработныйға қайтып келеді. Оны өзі көрініп тұрады. Обработный и необработный. Тапсырғанымыз қазір бізде необработныйда тұр. Сәл 5 секундтан кейін қайтадан обработныйға барып көрсеңіздер, уже принять етіп тұрады. Болды, осылай доходпен отчетты 913 форманы тапсыра бересіздер.